Қыздар сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз нанды пісіріп үйретеміз. Рецебі өте оп-оңай, әрбір қыздың қолынан келеді. Ең алдымен біз префермент деген нәрсені жасаймыз. Ол опара сияқты болады. Ыдысқа 150 мл суды құйып аламыз. Оның үстіне 2 грамм дрожжи араластырамыз, және де араластыра отыра 200 грамм ұнды осылай кезектеп қосып біріктіреміз. Яғни біз қамыр шығаруымыз керек. Ұнның бәрін бірден қосуға болмайды. Осындай кішкене қамыр шығады, жабысқақ болуы тиіс. Үстіне пищевая пленка жауып, бөлме температурасында 12-14 сағатқа қалдырамыз. Тоңазытқышқа да салсаңыздар болады. Енді қамырын жасаймыз. Сол үшін басқа ыдыстың ішіне 350 мл жылы су құямыз. Оның үстіне 5 грамм дрожжи, және де 3 ас қасық сұйық май, 10 грамм тұз. Бәрін қосып араластырамыз, және де кезектеп 500-550 грамм ұнды қосамыз. Бәрін бірден қосуға болмайды. Осылай араластыра отыра кезек-кезек, және де қамыр шығарамыз. Қамырымыз шыққаннан кейін дайындап қойған преферментімізді қосамыз. Преферментпен қамырды біріктіріп, жақсылап осылай илейміз. Қолмен де жасасаңыздар болады. Одан кейін 2-2,5 сағатта жылы орынға қойып қоямыз. Міне 2,5 сағат өтті. Біздің қамырымыз көтерілді. Үстелге ұн сеуіп, жақсылап тұрып илейміз. Және де менде осындай торт пісіретін форма 26 см диаметрі. Майлаймыз. Қамырымызды саламыз, кішкене ғана үстіне ұн себеміз, және де фольгамен жабамыз. 200 градуста 40 минут, одан кейін фольганы алып тастап, 180 градуста тағы 40 минут пісіруіміз қажет болады. Неге 200 градуста 40 минут өтті, енді үстіндегі фольганы біз алып тастауымыз қажет, және де фольгасыз 180 градуста тағы да 40 минут пісіреміз. Біздің нанымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер де осы рецепт жасап жатсаңыздар, мені белгілеуді ұмытпаңыздар.